Тыңла, балам, түсін қызым, ұйқыдан оянғандай орныңнан сілкініп тұр. Айнаға қарағанда көзіңе түседі. Көргеннің бәрі хақиқат емес, сыртқы форма алдамшы болуы мүмкін. Тіліңнен шыққан сөзіңе ітібарлы бол. Сөзің түсінікті, анық, сенімді, қысқа болсын. Себебі сәубеттесің үшін барлық сөзің жағымды, қызығарлы бола бермейді. Құлағыңмен естіген сөзге сын һәм гуманменен тыңла. Сөздің бәрі асыл, пайдалы, өмір жолыңды жақтыртатұғын нұр емес. Уарсақы көп сөйлеуден өзіңді тый һәм есте сақла. Тыңла, балам, түсін қызым, жүрсем өз аяғым, қалеген жеріме бараман келемен деп бассын ба. Әр үйдің, әр ауылдың, әр елдің үрп әдет тәртібі болады. Аяғым арсыз деп сен намыссыз болма. Қолымнан келгенін істеймін деп өзімшіл де болма. Жақындарыңменен ойлас, кеңессең қателеспейсің. Өз имканиятыңды есапқа алып арман ет, қиялыңда ұшпа, құс емессің. Барлық уақыт әрекетте бол, минет ісіле. Тыңла, балам, түсін қызым, сен адамсың. Саналы инсан болу үшін оның әдебін, фазилетін біл, оған әмел қыл. Жауапкершілікке бойсын, бектем тұр. Тілің халықшыл, еліңе садық бол. Халқыңды анам, еліңді атам деп біл. Жүрегің таза, қалпың хүждалы болсын. Сенің зейінің ілгір, қабілетің бар. Білімге талпынған фазилетің бар. Ниетің жақсылықта, мақсатың анық. Алдыңа сенімді талап қой. Тыңла, балам, түсін қызым, кімменен сәубеттесуіңді, кімнен ібрат алуыңды, кімді ұстаз тұтуыңды, қайсы бағдарда қайсы пәнді оқуды, қайсы кәсіпті шебер меңгеруді білесең, оқып білім ал. Білімді өзестіруің үшін да парасат керек. Ақылсыз білім жоқ, білімсіз надансаң. Балалық дәуіріңде білім сені жетелейді. Жігіт уақытыңда сүйеніш ұстазың болады. Ал қарлық дәуіріңде тұрмыс тәжірибең, ақыл парасатың менен бірге білімің жолдас болады. Қарлық дәуіріңде өтмішіңнен өкінбеуің үшін жасыңнан дұрыс, адал іслеп, бідайы бол. Әрбір күніңді, әрбір ісіңді пұхта ережелестір. Сендегі білім һәм парасат жақын жылдар ішінде зиялы, абырой мәртебелі, бай, дәулетлі, үлкен лауазымды, тарихи шахс, ұлы кәміл инсан етіп жетістіреді. Жолың нұрлы, ниетің қабыл болып, мақсат мұратыңа жет. Қане басла.